Бостандық ауданының әкімшілігі, көріктендіру бөлімінің бас маманы Оразымбетов Нұрсұлтан Нұрланұлы болады. Қазіргі таңда аудан мердігер ұйымдары мен Бостандық ауданының әкімшілігімен бірлесе отырып, осы санитарлық тазалық бойынша дезинфекция жайында аудан аумағы ұйымдарының басшысымен бөлек 8 бригада, 20 шақты адам ұйымдастырылып құрылды. Қазіргі таңда аудан аумағы бойынша 4 бағыт бар. Бірінші бағыт ол аудан аумағында орналасқан көше, жаяу жүргінші жолдары, көлік аялдамалары, скамейка, қоқыс салатын жәшіктері бар. Екінші бағыт аудан аумағында орналасқан 309 гектардан тұратын бірнеше парк бар, гүлзары бар, саябақтары бар, скверлары бар. Соның ішінде орналасқан балалар алаңдары, жаяу жүргінші жолдарының дезинфекция жұмыстары күнделікті жүргізілуде. Үшінші бағыт бізде жер үсті өткелі, жер асты өткелі. Төртінші бағыт өздеріңіз көріп тұрғандай аудан аумағында орналасқан 300-ге жуық қоқыс алаңдары бар. Оның ішінде 1290-ға жуық контейнерлер бар. Әр контейнердің ерекше жеке дезинфекция жұмыстары жүргізіліп, қазіргі таңда күнделікті бұл жұмыстар қатаң бақылауда. Препаратымыздың басты ол гидрохлорид, су мен хлор араласқан. Қоқыс контейнерлеріне келетін болсақ, крысаларға қарсы, мусорға қарсы дезинфекция жұмыстары жүргізілуде.